Приветствуем вас на международной научно-практической конференции «Пути формирования и развития творчества школьников». Dear participants, welcome to the International Scientific and Practical Conference Ways to Form and Development Students' Requirements in Modern Education. Бүгінгі конференциямыздың бірінші секциясы бойынша заманауи мектепте пән мұғалімінің оқушының шығармашылық қызметін қалыптастырудағы рөлі тақырыбында менің баяндама жасайтын тақырыбым 4-ші сынып оқушыларына арналған Presenting English Grammar тақырыбындағы вариативті курсының тиімділігі туралы айтып өтемін. Ана тілін құрметтей отырып, басқа тілді үйренуге деген ұмтылыс бізге тіл үйренуге өмір талабы ретінде керек. Басқа тілдерде енген сөздер табиғи және тұрақты процесс. Халықтар, елдер, мемлекеттер бір-бірімен үнемі байланыста болғандықтан, басқа тілден енген сөздердің келу уақыты талабы. Ақпараттық ағымның артуы, ғаламдық интернеттің пайда болуы, дүниежүзілік экономикалық нарықтың дамуы, халықаралық туризм, мәдени байланыстар, ақпараттық технологиялар, халықаралық олимпиадалар, фестивальдар, осылардың бәрі ағылшын тілін енгізуіне себеп болды. Ақпараттық әдістемелік бөлімі бұл бағдарлама бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілін сөйлеуді дұрыс құра білуге, қазіргі қоғамда ағылшын тілі қатынас құралы екенін, сондай-ақ қарапайым сөздік қорын арттыруға бағытталған. Енді мен осы бағдарламаны жазу мақсатында бізде биылғы жылдан бастап бірінші оқу жылы ағылшын тілі 3-ші сыныптан басталғандықтан бұл 4-ші сыныпқа арналған вариативті курс болып есептеледі. Авторлық бағдарлама бастауыш сынып оқушыларының психологиялық жас ерекшеліктерін ескере отырып құрастырылған. Presenting English Grammar сабақта ағылшын тілінің грамматикасын үйренуге деген қызығушылықты арттыру үшін қолданылатын грамматикалық материалдар жиынтығын ұсынамын. Оқу құралы ағылшын тілі бойынша мектеп бағдарламасының мазмұны мен дайындық деңгейіне қойылатын мемлекеттік талаптарға сәйкес жасалған. Бағдарлама мақсаттары оқушылардың ағылшын тілі грамматикасын қызығушылығын арттыру, сабақта ойлау қабілет деңгейін дамыта отырып, дұрыс сөйлем құрауға ықпал ету. Сабақта әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, ағылшын тілі грамматикасын тиімді түсіндіру, оқушыларды шығармашылыққа баuli отырып, өздігінен білім алуға үйрету. Ал осы бағдарламаның міндеті грамматикалық тапсырмаларды орындау үшін 3-ші сыныпта өткен грамматиканы білу қажет. Оқушылардың грамматикалық сауаттылығын арттыруда фонетика, лексиканы қайталап отыру тиімді. Оқушылардың қызығушылық танымдылығын арттыру, дұрыс сөйлем құрастыру дағдысын қалыптастыруға көңіл бөлу. Сонымен қатар қатесіз сөйлеу дағдысын қалыптастыру болып табылады. Енді негізгі өзектілігі осы бағдарламаны жазғандағы берілген грамматикаларды оқушылардың жүйелі орындауына, өздігімен жұмыс жасауына жағдай жасау. Сөйлеу дағдысында ойларын еркін, қатесіз жеткізуге, алған білімдерін өмірде пайдалана алуға ықпал ету. Әлемде Қазақстан халқы 3 тілді білетін, жоғарғы білімді ел ретінде танылуы керек. Бұл дегеніміз ағылшын тілі жаһандық экономикамен сәтті ықпалдасудың тілі деген президентіміз. Мектепте меңгерген білімін қоғамда пайдалана алуының маңызы өте зор. Қазіргі кезде ағылшын тілі экономикада, әлеуметтік жағдайда, күнделікті қоғамдық орындарда сұранысқа ие болып отыр. Кезеңмен жаңартылған оқу бағдарламасын ескере отырып, дайындалған құрал оқушылардың ағылшын тілін сауаттылықтарын арттырып, қолданысқа пайдалануына мүмкіндік береді. Оқушылар білу және меңгеруге тиіс мәселелер ағылшын тіліндегі сөйлеу бөліктерінің морфологиялық білімдерінің жүйелігі, шет тілінде танымдық қызығушылықтарын дамыту, балаларды грамматикалық тақырыптар бойынша жобаларды орындауға үйрету, оқушылардың өз бетінше білім алу тәсілдерімен байланысты оқу машықтарын дамыту, екі тіл және бір тілді сөздіктер мен басқа да анықтамалық әдебиеттерді пайдалану, ағылшын тіліндегі жазбаша және аудио текстке бағдарлану, ақпаратты қорыту, оны әртүрлі дерек көздерден бөліп көрсету болып табылады. Енді осымен айтайын дегенім, бағдарлама жазылғалы бері бірнеше мектеп және өзіміздің мектеп қолданып жатырмыз. Егер қажет жағдай болса, бұл бағдарлама толық көрнекі құралдар, оқу әдіс құралдары және де қысқа мерзімді жоспармен дайын түрде жасалған бағдарлама. Назарларыңызға рахмет.